Адам баласы күнәдән пәк, кінәдән таза сәби болып, періште қалпында өмірге келсе де, мына тіршілік пендені пақырлық кейіпке бой ұсынтады екен. Баяғыда үлкендер көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деп жатушы еді. Рас екен. Мен ұзақ ғұмыр кешпесем де, өзім кейде бағасын білмеген бақытты ғұмырды, өз қолыммен жасаған баянсыз өмірді кешіп келемін. Басынан бастайын. Атанам орта шаруа, жұпыны тіршілігіміз бар, тату тәтті шаңырақ иелері едік. Мектепте озат оқушы атанбаған, белсенді, өнерлі болып көзге түспеген, жуас та, тұйық қыз едім. Ағайын туыс, көрші көлеменде аралас құраласымыз жоқ. Бізді де іздеп келер ешкіміміз жоқ еді. Мен 9-шы сыныпта оқып жүргенде, үлкен ағам аяқ астынан көрші ауылдың қызын үйге алып келіп, той-томалақсыз үйленіп алды. Шеңгем Жамал үй шаруасына өте пысық. Сөзінен де, қолынан да іс келетін өткір жан болды. Баяғы ілбіп сылбып, өмір кешіп жүрген біздің шаңырақта бір өзгеріс, серпіліс пайда болды. Әуелі үйдің сырты іші тазаланып, киімдеріміз бүтінделіп, қонақ шақыра бастадық. Күн ұзақ, жеңешем екеуміз түрлі тәтті тағамдар пісіріп, көрші көлемге көйлек, кеудеше тігіп, құрақ құрап көрпеше тігеміз. Жатарда менің шашымды айран, қымызбен жуып, беті қолыма қаймақ жағып, мені ұзататын қыздай күтіп баптайтын. Біз мәзбіз. Мен 10 жылдықты өпірімдеп бітірдім. Оқуға барып, білім алуға ынта ниетім болған жоқ. Бірді жеңгем ауыл шетіндегі бір апаның үйіне алып келді. Апамыз айналып толғанып бізді құрметтеп күтті. Үйі монтаздай, дастарханда не құрт, не жоқ. Құрт, ірімшік, жент, табанан, қаймақ, түрлі кәмпитпен, мен бұрын көрмеген құрма, өрік, мүйіз, әйтеуір бәрі бар. Жеңешем ол кісіні жақын нағаш апам Қалима деп таныстырды. Қалима апа жатын бөлмесіне кіріп кетіп, сурет алып шығып жеңгеме ұстатты. Жақында Сұлтан әлгі Мәскеуге барыпты. Сонда мына Жағыпардың қызы Сұлумен суретке түсіпті. Мәссаған, мен енді үнді киноларынан көріп жүрген әртістер сияқты сымбатты жігіт пен керемет ару қыз бір-бірімен жарасып жадырап тұр. Неткен әдемілік еді. Бірінші рет қыз бала болып, жігіттің суретіне сұқтана қарадым. Жүрегім толқып, өзімде түсінбейтін алай-дүлей күй кештім. Осының бәрін жете бақылаған жеңешем жұмбақ күймен жымия қарады. Оның сол кезде жымысқы ойы, ішкі қулығы бар екенін мен түсінгенде, сезгенде жоқпын. Бұл қыз кім деп сұрауға батылым бармады. Бірде үйдің төбесінде моржаларын тазалап жүріп, сүрініп кеткен Қалима апамыз құлап, аяғын сындырып алды. Жеңгеміз екеуміз бәйек болып, ауылдағы сынықшы Пазыл ағаға қараттық. Мен енді апаның қасында күтуші болып қалдым. Шынын айтсам, Сұлтанның анасын аялап күту өзіме қатты ұнайтын. Қыста демалыста ауылға Сұлтан келді. Суретіне қарап таң қалып тамсанғаным бекер екен. Өзім көргендегі сезімімді айтпасам да түсінікті ғой. Сұлтанның оқуының бітуіне жарты жыл қалыпты. Ол орнынан тұра алмай жатқан анасын қимай, не кетерін не қаларын білмей қатты қиналды. Негізгі шешімді менің жеңгем айтты. Қалима апам ғана емес, бүкіл ауыл болып, аудан болып үміт күтіп отырған азаматсың. Оқуыңды аяқта. Біз елміз ғой, апамды жалғызсыратпаймыз. Мына Әлима менің туған қайынсіңілім. Қалима апама көмекші, әрі серік болып осы үйде болсын. Сен жолыңнан қалма. Сонымен Сұлтан Алматыға оқуына кетті. Бәрін білгіш Жамал жеңгемнің үлгі өнегесімен мен Қалима апаның үйінің шаруасын дөңгелетіп, өзін әлпештеп бағып, көктем шыға сауықтырып аяғынан тік тұрғыздым. Бар жайды тәптіштеп баяндап, Сұлтанға хатты жазып тұрдым. Бірде Сұлтаннан хат келді. Осы жылы дипломмен бірге келін алып барамын деп суретін қоса жіберіпті. Сол күні мен ағыл-тегіл жыладым. Олардың ойы болмайды деп жеңгем жұбатты. Не керек, сол жазда диплом алып ауылға Сұлтан келді. Сұлуы келген жоқ. Ол шетелге оқуға кетіпті. Сұлтан бірден жұмысқа орналасты. Көпшілік ортада өте беделді,
Үлкендердің де мақтайтыны, мадақтайтыны қыз біткеннің арманы Сұлтан болды. Мен оны қызғана бастадым. Өйткені өзім оны баяғыда иеленіп қойғамын ғой. Бір Алланың ісі ме, әлде Қалима апаның тілегі ме, әлде анасына шексіз беріліп көңілінен шыққанымды сезді ме, ол маған тұрмысқа шығасың ба дегенде мен құлап қалдым. Жеңгем мәз майрам, бар арман тілегі орындалғандай жайнап кетті. Біз үйлендік. Керемет кезеңді бастан кешіріп, бақыттан басым айналып та жүрді. Оқу-тоқусыз-ақ, алысқа бармай-ақ, ел сұлу атайтын таң сұлу сияқты Мәскеуде оқымай-ақ, Сұлтанның жары болсам, басқа не керек деп алаңсыз жүре бердім. Сұлтанның қызметі сатылап өсе бастады. Үйге алыс жақыннан келер сыйлы қонақтар да көбейді. Жұбайыма деген көпшіліктің құрмет қошеметі мені есейтіп, мәртебемді көтеріп жүрді. Таң сәріден ерте жұмысқа кететін, үйге кейде кештетіп келетін, үнемі жол сапарда жүретін Сұлтанның қайда жүргенін сұрамаймын. Жұмысына араласпаймын. Оған өремде жетпейтін. Менің ағайын арасы дүкенші қоймашыларға әмірім жүреді. Содан Алматыдан келіп кететін таныстарға, достарға финнидің дейсің бе, чехтың дейсің бе, аяқ киімдерін, үнді шәйлерін, әйтеуір сұраған хат дүниелерін тауып беріп жатамын. Біраз жыл өтсе де сәби көтере алмай жүрдім. Оны да уайымдадым. Тек Қалима апам ғана анда-санда мазастанатын. Сұлтанның жұмысы өсіп, қалаға да көшіп келдік. Баяғы Жамал жеңгемнің таусылмайтын жұмыстары бар. Ызыңдап мазамды ала берді. Оның тілін бірде алсам, бірде алмаймын-ау. Дәу бастықтың әйелі емеспін бе? Сендердің ақ шаруаларың бітпейді екен деп ренжи бастадым. Сол жылы аяғым ауыр еді. Уысынан шығып бара жатқаным жеңгеме ұнамады. Бірде үйге келіп шу шығарды. Әй сен қыз, болып толып қалыпсың ғой. Кімнің арқасында, кімнің ақылымен Сұлтанға қол жеткізіп едің? Ұмыттың ба? Онда есіңе салайын. Таңсұлудың Мәскеудегі адресін алып, ауылда Әлима деген қызға үйленген, ауру шешесін бағып жатқанын ауылдастардың бәрі білет деп телеграмма салып, Таңсұлудың шетелге кетіп қалуына мен себепкер болғанмын. Ауылда оқу-тоқуы жоқ сенің күң болмай, осылай ай мен күндей болып отыруыңа мен себепкер болғанмын. Ұмыттың ба осыны? Өйткені мен білдім Сұлтанның мықты азамат болатынын. Ол сенің теңің емес еді. Мен едім бар айла-қулығымды асырған. Осыны ұмытып отырсың ғой. Мен жүрегімді ұстап отырып қалдым. Сол кездері айла-қулықты мен қайдан білейін. Теңім болмаса да Сұлтанға шын ғашық болып қалып едім. Әке-шешеме де, аға-жеңгеме де, ағайын туысқа да, Сұлтанға бірін айтып, бірін айтпай жасап жатқан жақсылығымыз аз емес еді. Ағамның түрі анау, қолына не іс, не жұмыс келмейді. Әке-шешеме малдан басқа ештеңе керек жоқ. Ал мына Жамал жеңгем жанымды жеп, жалақтай береді. Жеңгем далаға шығып кеткен сияқты еді. Қайта оралып келіп, сен үйде отырсың ба омалып? Не оқуың, не жұмысың жоқ. Байың 7 сайын Алматыға барады. Ана Сұлудың да байы сен сияқты бір сүмелек дейді. Олар қосылып алса кім болғаныңды сонда көрермін. Үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Мен ол жайлы ұмытып кеткенмін. Енді жатсам да тұрсам да Алматыда тұратын сұлу атты күндесім туралы ойлайтынды шығардым. Ерте келсе де, кешіксе де, жол сапарға шықса да Сұлтанға тисе бердім. Небір дүкенде жоқ қат нәрселерді қоймалардан тауып, Алматыдағы таныстарыма жіберіп, сұлу туралы деректер жинадым. Үйде отырсам да бос уақытым жоқ, қолымда телефон, жан жақтағы таныстарда маза бермейді. Үйге келушілер де көп. Кейде даусым қатты шығып ашуланғанда Сұлтан шапалақпен тартып жіберсе, арманым болмас еді. Жоқ, ол тек үнсіз жымиып қоятын. Сондайда жалынатын тек Қалима апа ғана. Әлима, қалқам, көргеннің сөзіне еріп, жалғызымның мазасын ала бермеші. Онсыз да жұмысы ауыр ғой. Мынадай қиын кезде халықтың бабын табу оңай емес. Түсінсей, басыңда үйің бар, бауырыңда балаң бар, Сұлтанның қасыңда ғой. Бір-біріңе тіл тигізбе, бетің ашылып кетеді балам. Мен одан сайын долданып кететінмін. Не деген ақымақ едім. Кейде ақылға келемін. Дегенмен бір әйелдей бақыттымын. Барар жерімізде көп. Елдегі сырттағы біраз демалыс орындарында болдық.
Жалғыз ұлымыз Аслан да әкесіне ұқсап ер жетті. Шетелге оқуға кетті. Бәрі жақсы. Тек кейде Алматыдан әлгі достарымыз звондап, Сұлудың күйеуден ажырасқанын, Сұлтан екеуін Алматыда бірге көргендерін айтып, мені күйдіріп, пісіріп, өздері рахаттанып отырды. Бізбен бірге қалаға көшіп келген жеңгемде Сұлудың елге келгенін теледидардан сан мәрте сөйлегенін, оның ғылым кандидаты атақты жан екенін айтып мазамды ала беретін. Тіпті бірде жеңешем, Сұлуға Қазақстанда ғашық емес жігіт жоқ екен, сондықтан күйеуі тастап кетіпті. Ал Сұлу болса, тек Сұлтанды ғана сүйеді деп қосып қоятын. Мен Сұлу жайлы өтірікте болса суық сөз, өсек айтқандар болса жаным кіріп, мейірім өсіп, сол өсектерді еселеп Сұлтанға айтып жаным жай табатын. Сұлтанның мәртебесі биіктеп, абыройы асқақтап тұр еді. Бірде ол жұмыс бабымен Алматыға көшетін болдық дегенде, сен Сұлуды іздеп бара жатырсың, көшпейміз деп шу шығардым. Телефоннан ақыл айтушылар көп болды. Сұлтанның қызметін қызғанатындар оған тікелей бата алмай, мен арқылы өсектермен өшін алып жатты. Ол кезде дәл қазіргідей ақыл ой менде жоқ. Шанашыр ақылшым тағы жоқ. Сол кезде ақыл айтар Қалима апам да қайтыс болып кеткен еді. Жалғызсырап жүрген болатынмын. Алматыға көшіп келдік. Жақсы пәтерде тұрдық. Одан коттеджге көшіп келдік. Үйде күтуші де, бақшашы да, күзетші де, әйтеуір қызметкерлеріміз көп. Қызғаныштың кесірінен мен бірінші қабаттан көтерілсем де, екінші қабаттан түссем де ауырып қала бердім. Тамағы тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын дегендей осындай болар. Бірде төсектен тұра алмай жатсам, Жамал телефон шалды. Әй, сүйінші, ана Сұлу онкологиялық институтта ауырып жатыр екен. Қайтыс болыпты. Орнымнан ұшып тұр келдім. Рас па деп қуанып кеттім. Сүйіншің дайын, үйге кел. Орнымнан ән айтып тұрып, ата жауын жеңген батырдай рахат сезімге бөлендім. Осы сәт есік қағылып үйге Сұлтан кірді. Өң түс жоқ, қорқып кеттім. Сұлтеке, ерте келдің ғой, шай қояйын ба? Бәйек болып жатырмын, ауырып тұрмын. Киімімді ауыстырып бір жерге баруым керек. Ол жұмыс бөлмесіне кіріп кетті. Ақырын басып барып қарасам, әр газетке бір қарап, жылап отырғанын байқадым. Ол Сұлу туралы қазыналарды оқып отырғанын сездім де шығып кеттім. Ас үйге кіргенінде бойымда бір дүлей жын буып, Сұлуыңды жоқтап отырсын ба деп ішке кірсем, ол жерде құлап жатыр. Есім шығып кетті. Жүгіріп жедел жәрдем шақырам дегенше, қас-қағым сәтте жігіттің сұлтаны, елінің сұлтаны, өзімнің сұлтанымнан айырылып аңырап қала бердім. Өлмеген құлға келді жаз дегендей. Сұлтанның қырқында жылында бердік. Жылына дейін жан-жақтан келушілер көп болды. Әр келген қатарластары, жолдастары Сұлтанның жақсы қасиеттерін, білікті басшы, керемет адам деп мақтап отыратын. Үлкенге іні, кішіге аға бола білген менің Сұлтаным абыройлы азамат екен. Кейде қадірін түсініп, кейде түсінбеген қайран басым-ай. Осындай ойға шомылып отырып, теледидарды қоссам, әлгі бізбен дос болып жүрген Шәкеннің әйелі Қанипа сөйлеп отыр. Мен балаларыма, келіндеріме, достарыңа адал болыңдар, өсек айтпаңдар деп жиі айтамын. Теледидарды сөндіріп тастадым. Күлкім келді. Кезінде маған түрлі өсек айтпай, жанашырлық сезіммен ақыл айтсаң қайда қалдың, Қанипа? Сұлтанымның айырылғаныма 1,5 жыл болды. Досқа адал болсаң қасыма бір келмедің бе? Қанипа деп ашу ызаға болықтым. Өкініштің өксігі жанарымнан сел боп ақты. Жан баласына айта алмаған сырларымды ақ қағазға түсіріп жатырмын. Алдымда Сұлтан мен Таңсұлудың бір-біріне жазған хаттары, бірге түскен суреттері. Оларға қазір қызыға қараймын. Кешір алсаңдар кешіріңдер мені. Бәрінде артынан естіп білдім ғой. Таңсұлудың ағасы Асқат дәл той болардың алдында сөз байласқан Жамалға емес, басқа қызға үйленіп кетіпті. Осыған ерегіскен Жамал менің жуас ағамды айналдырып, үйімізге кірген соң Таңсұлудан өш алмаққа Сұлтанмен екеуінің арасына шоқ салған. Жамал жеңешемнің жоспарлы ойы іске асқанмен, мен басында білмеген ақиқаттың сыры осындай еді. Дәл қазір түрлі ойларға да берілемін.
Олар оқыған мектепте екеуінің суреті мектеп мақтаныштары тақтасында қатар тұрғанын естідім. Сондықтан оқушыларға болашақта Сұлтан ағаларыңдай, Таңсұлу апайларыңдай білікті, білімді болыңдар деп арнайы стипендия тағайындауды, олар жайлы кітап жазуды қолға алмақшымын. Менің Қалима апамның бір өзі ақылы, ісі бір әлем ғой. Өзімде қазір сол кісіге ұқсап барам ба? Кейде келіннің даусы қатты шықса, Марта қалқым, жалғызыма жазықсы тиіспеші деп жалынамын. Қызым, саған айтам, келінім сен тыңда дегендей, менің өкінішті кезеңдерім өзгелерге сабақ болсын. Біреудің қызғанышпен айтқан өтірік өсек жала сөздеріне бола, жақыныңды жазғырмай, жан сезімін түсіне білейік. Алтынның қолда барда қадірі жоқ дегізбей, мына жалған дүниеде жаныңда жүрген жақсылардың жүрегін жаралап, көңілін құлазытпайық. Өйткені өмір деген бір сәттік қана сәуле екен. Өшіріп алсаң, қайта жанып, жарығын жан-жағына шаша алмайды. Мен өкінішке орай осының бәрін кеш түсіндім. Әңгіменің соңы.